Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге торт туралы қызықты деректер айтатын боламыз. 20 шілде халықаралық торттар күні. Бұл мереке Еуропа елдерінде IKQ деген ұранмен өтеді. Оның мағынасы мен саған қонаққа тортпен келемін дегенді білдіреді. Тәттіні сүйіп жейтіндер үшін тортсыз шай ішу тұзсыз тамақ жеумен бірдей. Бірақ ол туралы сіз білмейтін деректер бар. Сіз білесіз бе, орта ғасырда екі жағы күйген дөңгелек пішінді нандар торт деп аталған. Капкейктер деген ұғым торттарды тостағанда дайындаған сәттен бастап қолданысқа енді. Туған күнді тортпен атап өту дәстүрі алғаш рет 1785 жылдан бастау алды. Әппақ кремді той торттары пәктік пен тазалықтың символы. Әлемдегі ең қымбат торт $30 миллион дайындалған. Торттар күніне арнап Италияның наубайханашылары әлемдегі ең үлкен тортты дайындады. Оның көлемі 244 шаршы метрге тең болса, салмағы 1000 килограммнан асқан. 17 ғасырда Англияның жас қыздары жемісті тортты жастығының астына салып жатса, болашақ жары түсіне енетініне сенген. Торт жоғары калориялы өнімдерге жатады.